Иманыңды жоғалтпа. Алла саған иман берсе, оның ең ұлы сыйлық екенін біліп қой. Өйткені иман шексіз нығмет, баға жетпес байлық. Бұл байлық аспан асты жер үстінің асыл қазыналарының бәрінен де бағалы, құнды, қымбат. Бірақ сен бұл нығметке лайықтылық таныта алмасаң, Алла берген асыл қасиеттен айырылып қаласың. Сөйтіп бір күні иманнан жұрдай болып оянасың. Яғни Алла сенен бас тартады. Сен өзіңді жақсы көретін жанашырыңды жоғалтасың. Арқа сүйер қорғансыз қалып, панасыз пақырға айналасың. Бұл аяулы анаңнан айырылғаннан да ауыр қасірет. Анасыз бала 5-10 жыл ғана бақытсыз өмір сүру мүмкін. Ары қарай өзі ер жетіп, етек жапқан соң анаға деген мұқтаждығы жойылады. Ал Раббыңа екі дүниеде де мұқтажсың. Оған мәңгі бақи тәуелдісің. Тіпті әр алған демің Алланың қалауынсыз жүзеге аспайды. Бұл өмірде Алла сені тура жолға салмаса, адасасың. Ол желеп жебемесе, сүрінбейтін жерде сүрінесің, жығылмайтын жерде жығыласың. Ол қорғамаса, бәле жаладан басың арылмайды. Ол қолдамаса, сорың қайнап, адамның қорына айналасың. Саған осындай шексіз нығмет сыйлаған қамқоршыңды, соншама жақсылыққа жеткізген жан досыңды жоғалтып алудан қорықпаймысың? Қос дүниелік бақытың үшін қолыңнан келгенін неге жасамайсың? Егер біреуге ғашық болсаң, оның жүрегін жаулау үшін бар мүмкіндігіңді сарқасың. Тіпті жолында жаныңды да пида етуге даяр тұрасың. Алла саған мұқтаж емес, сен оған мұқтажсың. Алла сенің қасыңда болса, неден қорқасың? Ал Алла сені тастап кетсе, кімнен үміт күтпексің? Сондықтан Раббыңды өз жаныңнан да артық көріп, сүйе біл. Аллаға деген махаббат, оның бұйырған нәрсесін бұлжытпай орындап, оны амалға асыру деген сөз.